Саламатсыз ба? Менің есімім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгін мен видеомда 2021 жылы кредит жабылады ма, кредит кешіріледі ма, кредит жойылады ма, кредит жойылмаса не істеу керек деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер. Менің осы каналымдағы басқа да видеоларды көріп, өздеріңіздің заңи сауаттарыңызды ашыңыздар. Менің жекеме қазіргі таңда көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Сол сұрақтардың ішінде жиі кездесетіні осы кредит жойыла ма? Черныйдан шығарып бере аласыз ба? Тоқаев кредит кешіреді деп жатыр. Сол рас па? Ай сайын төлейтін график жасап бере аласыз ба? Деген көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Осы видеода барлық айтып кеткен сұрақтарға жауап беремін. Құрметті көрермендер, 2021 жылы кредит жойылмайды, жоқ болып кетпейді, кешірілмейді. Осы ақпаратты есте сақтайық. Бірақ Инстаграмда керемет рекламалар бар. Кредит кешіреміз, черный списоктан алып тастаймыз деген Инстаграм парақшаларға жолаушы болмаңыздар. Сізге сразу айтайын, сізден ақшаны суырып алғаннан басқа ешқандай кредит проблемаларыңызды шешпейді. Одан әрі қарызға батып кетесіз. Тағы естіп жатам елдерден. Тоқаев кредит кешіріп жатыр ғой, сіз білмейсіз ба не деп маған ұрсатын адамдар да бар. Ол кісілер сол 2019 жылда қалып қойған ау деймін. Немесе сол 2019 жылғы жаңалықтарды енді көріп жатыр. Кредиттер осы жылы жойылмайды. Ешкім сіздің кредитіңізді жойып, базадан алып тастап, жоқ қылып жібере алмайды. Айтып кететін маңызды ақпарат. Акиматтан немесе Астанадан звондап тұрмын. Сізге үй шығып тұрмын да, оны алу үшін сізде кредит бар екен, соны жауып таста деп звондап отырған адамдарға да сенбеңіздер. Олар жай ғана коллекторлар. Тоқаев президентіміз кредит кешіріп жатыр ма, жоқ па? Нақты білгіңіз келсе, Ақордаға президентімізге немесе ұлттық банкке тікелей өздеріне заявление жазып, нақты жауапты солардан алсаңыздар болады. Бірақ олардың жауабында тура осы мен айтып кеткендей, сіздердің кредиттеріңіз жойылмайды, кешірілмейді деп жауап қайтатын болады. Барлық осы кредит жойылады ма, жоқ па деген аңыз легендаларға жауап бердім деп ойлаймын. Кредиттерім жойылмаса, енді не істеймін деген сұрақтар туындауы мүмкін. Осы сұрақтарыңызға жауап берейін. Достар, әр банкпен негізі график жасауға болады. Банктегі кредиттеріңізді ай сайын төлейтіндей график жасау үшін біріншіден сіздер мына затты білуіңіз қажет. Сіздің банктегі қарызыңыз қазіргі таңда банктың өзінде ма, әлде коллекторларда ма? Осы ақпаратты білсеңіз, график жасауға заявленияны қай жерге жазу керек, соны нақты білетін боласыз. Сіз банкке график жасау туралы заявленияны әдемі, сауатты жазсаңыз, сізге банк график шығарып беру ықтималдылығы көбейеді. Кейін сіз заявленияны жазып болған соң, оны банкке Қазпочта арқылы немесе банктың электронный почтасына заявленияңызды жазып жібересіз. Сонымен қатар, заявленияға кімнің жағдайы кредит алғаннан кейін нашарлады, соны жазып дәлелдеме ретінде справкаларды қосып жазып жіберу керек болады. Бұл дегеніміз, сіз банктың қарызын төлей алмай қалғаныңыз туралы себеп бар деген сөз. Осы заявленияны дұрыстап жазып берген соң, банк немесе коллекторлар сізге 15 күннің ішінде сіздің заявленияңызға жауабын береді. Егер де сіздің заявленияларыңызды қабылдап, сізге жаңа график жасайтын болса, банктың менеджері сізге хабарласып, банктың кез келген отделениясына барып, графигіңізді алып кетсеңіз болады деп хабарлайды. Ал егер де сізге график жасауға одобрение болмаса, сізге банк жай ғана жауап хат жібереді. Ол жерде сізге отказ деп жазылып тұрады. Тағы бір айтып кететін жағдай. График жасауға болады тек мына наличный кредиттер мен товарный кредиттарды. Ал автокредиттер бойынша графиктер көбінесе жасалмайды. Соны есте сақтайық. Бір мысал айтып кетейін достар. Маған алдында Сабира деген ханым хабарласты. Айына Каспий банкте 98 мың теңге төлеп жүретін. Бізбен жұмыс жасап, ай сайын 45 мың теңге төлейтіндей график жасап бердік. Ай сайын төлейтін суммасы азаяды, бірақ төлейтін айлары көбейеді. Тағы қосарым. Егер де сіздің кредитіңіз коллекторларға өтіп кеткен жағдайда, мен айтып кеткенде коллекторларға заявление жазып 15 күн күтесіздер. Коллекторлар сізге хабарласып, график жасау үшін қарызыңыздың 20%-ын төлеу керек болады. Сосын график жасап береміз деп айтуы мүмкін.
Осындай жағдайда сізге 20% төлеп, ай сайын график арқылы төлеген тиімді болады деп ойлаймын. Егер де сіздің график жасауға қолыңыз тимесе, немесе график жасауға уақытыңыз болмаса, бірақ график арқылы аймай төлегіңіз келсе, осы видеоның астына сілтеме қалдырып кетемін. Сол сілтемеге өтсеңіз, менің WhatsApp-ыма өтіп, менімен тікелей хабарласа аласыздар. Осымен бүгінгі видеомыз өзінің мәресіне жетті. Егер де видеомыз пайдалы болса, менің Instagram парақшама, осы YouTube каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған заңгер Спанкулов Маулен. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.